2006 жылдың күзі менің ең алғаш білім ошағына, мектеп табалдырығын аттаған күнім. Бұл күн өмірімдегі естен кетпес ең маңызды күндердің бірі. Мектеп білім айдынындағы үлкен кеме, ал ұстаз сол кемені бағыттаушы, капитан дер едім. Менің ең үлкен арманым анам секілді ұлағатты ұстаз болу. Ұстаз болу қиын, бірақ осы дүниедегі ең жауапты, ең ардақты мамандық осы. Ұстаз деген атқа ие болған адам бақытты адам деп ойлаймын. Мен Төлегенова Бақтыгүл Қыдырбайқызы. 1999 жылдың маусым айының 17 жұлдызында дүниеге келдім. 2006 жылы алғаш рет мектеп табалдырығын аттап, 2015 жылы тамамдадым. Білімімді шыңдау мақсатында Маңғыстау облысы Ақтау қаласындағы Маңғыстау гуманитарлық колледжінің бастауыш білім беру мамандығы бойынша оқуға түстім. 4 жыл студенттік өмірді өткеріп, 2019 жылы Қызылтөбе 2 елді мекендегі нөмір 6 жалпы білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінде мамандығым бойынша жұмысқа орналастым. Қазіргі таңда жұмыс өтілім 3 жыл. Педагог-модератор санатындамын. Бұл 3 жыл мен үшін өте еңбекті және жемісті жыл болды. Өйткені республикалық Нұрталап өнер байқауында би жанры бойынша 1-2 орындарды иеленсек, аудандық анаға апарар жол сахналық қойылым байқауында 2 орын. Аудандық 3 сыныптар арасында Қадыр Мырзалы оқуларының байқауынан 2 орынды иелендім. Және сонымен қатар мектепшілік байқаулардан да бірнеше орындарға ие болдым. Ұстаздық мақсатым: ұлы ағылшын ағартушысы Уильям Уорд айтпақшы, жай мұғалім хабарлайды, жақсы мұғалім түсіндіреді, ал керемет мұғалім көрсетеді. Және ұлы мұғалім шабыттандырады демекші, бала бойындағы ұлттық рухани сезімдерін оята отырып, жан-жақты, білімді, жеке тұлғаны тәрбиелеп қалыптастыру. Ұстазым өте жаңашыр адам. Сізге білім береді. Сіздің екінші анаңызды, өте мейірімді,